Баршаға сәлем, қазір сіздер Маймылдар планетасы көтеріліс фильмінің қысқаша мазмұнын тыңдайсыздар. Фильм африкалықтардың джунглиде шимпанзелерді аяусыз ұстап, жәшіктерге салып әкетуінен басталады. Солардың ішінде жарқын көз есімді ұрғашы маймыл Альцгеймер ауруына қарсы тәжірибелік дәріні сынау үшін Генсус зерттеу орталығына түседі. Ол бұрын-соңды шеше алмаған бас қатырғыштарды еш қиындықсыз орындай бастайды. Осы вирустық ALT-112 препаратын жасап жатқан ғалым Уилл Родман осы маймылдың мысалында комиссияға дәрінің тиімділігін және оны адамдарға сынауға болатынын дәлелдеуі керек еді. Алайда дәл таныстырылым алдында жарқын көз мазасызданып, агрессия көрсете бастайды. Ол лаборанттардың қолынан шығып кетіп, бүкіл ғимараттың астан кестесін шығарады. Тіпті презентация өтіп жатқан жерге басып кіреді. Күзетші шимпанзені тапаншамен атып өлтіреді. Осы оқиғадан кейін кеңес мүшелері Родманның жобасын тоқтатып, оның бастығы Джейкобс препарат қабылдаған басқа приматтарды ұйықтатуға бұйрық береді. Сондай-ақ Родманға бәрін басынан бастап, мұндай агрессияның себебін анықтауды тапсырады. Родманның әріптесі Франклин жасырулы жатқан кішкентай шимпанзені тауып алады. Белгілі болғандай, жарқын көз зертханаға аяғы ауыр күйінде түскен екен. Оның агрессивті мінез құлқы дәрінің әсерінен емес, өз төлін қорғау мақсатында туындаған. Кішкентай маймылды басқалармен бірге өлтірмеу үшін, Уилл оны үйіне алып кетуге мәжбүр болады. Бірақ үйінде оның күтетін адамы бар еді, әкесі Чарльз деменция ауруына шалдыққан болатын. Сондықтан ғалым үшін бұл дәріні іздеу тек жұмыс емес, жеке мәселесі де. Арада 3 жыл өтеді. Шимпанзеге Цезар деп ат қояды. Онда бірден жоғары интеллект белгілері байқалады. Уилл оны ерекше бақылауда ұстау үшін үйде қалдыруды шешеді. Көзінің нұрлы қабығының жарқырауына қарап, Родман ALT-112 препаратының анасынан баласына генетикалық жолмен берілгенін түсінеді. Сондай-ақ бұл препарат тек мидың зақымдалған жасушаларын қалпына келтіріп қана қоймай, оның ақыл-ой дамуын тездетіп жіберген. Осы уақытта әкесінің ауруы асқына бастайды. Сондықтан Уилл зертханадан ALT-112 препараты салынған бірнеше пробирканы ұрлап шығып, оны Чарльзға егеді. Бұл көмектеседі. Кеше ғана ноталарды ұмытып қалғандай көрінген әкесі бүгін пианинода рахаттана ойнап отыр. Цезар болса терезеден сырттағы балаларға қызыға қарап, олармен бірге ойнағысы келеді. Осы тілегінің жетегімен ол үйден қашып шығып, көршінің ауласына кіріп кетеді. Уилл оны көршісінің соққысынан соңғы сәтте құтқарып үлгергенімен, кішкентай маймыл бәрібір жарақат алып қалады. Осы жарақаттың арқасында Цезар ветеринар Кэролайнмен танысады. Дәрігер оның ишара тілі арқылы сөйлесе алатынына қайран қалады. Кейінірек Кэролайн олардың үйіне қонаққа келіп, бәрі жабылып ұлттық қорыққа серуендеуге шығады. Уилл Цезардың қарғыбауын шешіп, оған орманда еркін жүгіруге мүмкіндік береді. Арада тағы 5 жыл өтеді. Ғалым мен ветеринар қыз әлі де бірге. Ал Цезар болса әбден есейіп, нағыз еркек маймылға айналады. Ол қажет кезде тісін ақситып, мінез көрсете алатын болды. Енді оған мойын жіп тағып, үй жануары сияқты жүру ұнамайды. Ол іштей еркіндікті қалайды. Уилл Цезарды ғылыми орталыққа алып келіп, оған туылғаннан бергі қайғылы тарихын айтып береді. Шимпанзе адам тілін өте жақсы түсінеді. Содан кейін ғалым сүйіктісіне өзінің зерттеулері туралы және Цезардың интеллектісі соңғы 1 жылда 2 есе өскенін айтады. Алайда уақыт өте келе Уиллдің әкесінің ағзасы вирустық препаратқа қарсы тұра бастайды да, ауруы қайта оралады. Бір күні Чарльз көршісінің көлігіне кіріп алып, оны бүлдіріп қояды. Көршісі ашуланып, қарт адамға айқайлап, оны саусағымен түрткілей бастайды. Мұны көрген Цезар мұны шабуыл деп қабылдап, досын қорғауға ұмтылады. Күшті примат ер адамды оңай жерге жығып, тіпті саусағын тістеп ала жаздайды. Осы оқиғадан кейін жануарларды бақылау қызметі Цезарды алып кетіп, маймылдар питомнигіне қамайды. Уилл Цезардың бұрын басқа маймылдармен араласпағанына алаңдайды. Бірақ питомник иесі Хэнк бәрі жақсы болады деп сендіреді. Алайда Цезар өзінің 4 қабырғаға қамалғанын түсінгенде үрейлене бастайды. Ол бір жігіттің дауысына жүгіріп барғанымен тар торға тап болады. Енді оның өмірі осы жерде өтпек. Ал көрші торларда ондаған басқа маймылдар ашуға мініп айқайлап жатыр. Уилл бұл уақытта вирустың анағұрлым агрессивті штаммы ALT-113 препаратын жасауға кіріседі. Ол бастығына осыған дейін әкесіне дәрі егіп келгенін, және бұл тек когнитивті қабілеттерді қалпына келтіріп қана қоймай, интеллектінің өсуіне де әсер еткенін мойындайды. Бастығы бірден зертханалық зерттеулерді жалғастыруға рұқсат береді. Ал питомникте Цезардың күні ауыр болады. Оны жуынды шайындымен тамақтандырады. Ал Хэнктің ұлы Додж бейшара жануарды үнемі қорлап, мазақтайды. Сағыныштан өзегі өртенген Цезар қабырғаға өзінің үйдегі бөлмесінде болған терезенің суретін салып қояды. Осы кезде орталыққа маймылдардың жаңа партиясы әкелінеді. Олардың ішіндегі Коба есімді шимпанзе бірден көзге түседі. Дәл осы Коба жаңа тәжірибенің нысанына айналады. Сынақ кезінде лаборант Франклин байқаусызда препараттың буымен демалып қояды.
Питомникте маймылдарды серуенге шығарғанда үстіндегі киім үшін Цезарға Ракета есімді альфа еркек бірден тап береді. Күзетші екі приматты да транквилизатормен атып, ұйықтатып тастайды. Зертханада Коба тез ақылды бола бастайды. Бірақ лаборант Франклиннің жағдайы күрт нашарлайды. Уилл досының халі мүшкіл екенін көргенімен ештеңе істей алмайды. Бұл жағдайды көрген Цезар иесінен мүлдем түңіліп, қашу жоспарын құра бастайды. Бірде түнде питомникке Додждың достары келеді. Осы сәтті пайдаланған Цезар жігіттердің бірін ұстап алып, оның бүктемелі пышағын білдіртпей ұрлап алады. Оны кейін құлып бұзатын құрал ретінде пайдаланбақшы. Цезар ең алдымен өз торынан ешқашан шықпаған Бака есімді алып горилланы босатып жібереді. Содан соң ракетаны шығарып оған Баканы қарсы шығарады. Көпшіліктің көзінше ракета жеңіліп, Цезардың жаңа альфа еркек екенін мойындап, оның алдында бас иеді. Осы аралықта Уилл әкесіне жаңа дәріні беріп үлгермейді. Чарльз қайтыс болады. Ал Коба болса сынақ кезінде таңғажайып нәтижелер көрсетеді. Бастығы Джейкобс қауіпсіздік мәселелерін ескермей, зерттеулерді барынша тездетуді бұйырады. Бұған келіспеген Уилл жұмыстан шығып кетеді. Өйткені шимпанзеге пайдалы дүние адамға үлкен зардап әкелуі мүмкін еді. Франклиннің жағдайы тіпті қиындап, ол тоқтаусыз қан түкіре бастайды. Уилл сот шешімін күтпей-ақ Цезарды алып кету үшін Хэнкке пара береді. Бірақ Цезар иесінің қолындағы қарғыбауды көріп, оны сатқын ретінде қабылдайды. Ол тордың есігін іштен жауып, Уиллден теріс айналады. Енді Цезар ракетаны өзінің көмекшісі етіп сайлап, басқа маймылдарды печеньемен сатып алып, өз жағына шығарады. Сонымен қатар Цезар ақылды орангутан Мариспен байланыс орнатады. Марис те ишара тілін біледі. Құлыптың кодын жаттап алған Цезар питомниктің төбесі арқылы сыртқа шығудың жолын табады. Ол үйіне оралады, бірақ иесі үшін емес, 613 препарат үшін келеді. Оны ұрлап әкетіп, питомниктегі барлық маймылдардың үстіне шашады. Келесі күні таңертең барлық приматтардың көзі жасыл түске боялады. Бұл уақытта препараттың буымен демалып қойған Франклинді өлі күйінде табады. Додж тордан шығып кеткен Цезарды көріп, оны электрошокермен қайта қамауға тырысады. Бірақ Цезар оған қарсы тұрып, «Убери свои вонючие лапы, грязная обезьяна!» алғаш рет адам тілінде «жоқ» деп айқайлайды. Ол барлық серіктерін босатып, өзін қорлаған күзетшіні өлтіреді. Маймылдар армиясы питомниктен қашып шығып, бірнеше топқа бөлініп қалаға қарай бет алады. Уилл тоналған питомникке келіп, дәрінің бос құтыларын табады. Маймылдар жолай бақылау камераларын қиратып, зертханадағы басқа маймылдарды, соның ішінде Кобаны да босатады. Джейкобс Франклиннің өлімі туралы естіп, приматтарға ауашады. Тікұшаққа мінген ол полицейлерге жануарларды қырып тастауды бұйырады. Маймылдар жергілікті хайуанаттар бағына басып кіріп, өз қатарларын толықтырады. Олар темір қоршауларды бұзып, өздеріне найза жасап алады. Мегаполис халқы үрей құшағында, екі дәу Марис пен Бак полиция көліктеріне шабуыл жасайды. Маймылдар алтын қақпа көпірі арқылы қорыққа өтпек болады. Бірақ олардың алдын полицейлер тобы бөгейді. Қауіпті сезген маймылдардың көбі көпірдің аспалы конструкцияларымен полицейлерге көрінбей жылжиды. Оларға қарсы атты әскер шығып, маймылдарды соққыға жығады. Дәл осы шайқас үстіне Уилл мен Кэролайн жетеді. Цезар Бакқа адамдарды өлтіруге тыйым салады. Тікұшақтағы мерген маймылдардың бірін атып түсіреді. Ең күшті приматтар автобусты аударып, оны полицейлерден қорғанатын қалқан ретінде пайдаланады. Кенет атқа мінген Цезар шығып, маймылдарға жан-жақтан шабуылдауға бұйрық береді. 10 шақты полицей қарусызданып, жарақат алады. Олар қашуға мәжбүр болады. Бірақ сол сәтте тікұшақ көрініп, пулеметші оқ жаудыра бастайды. Джейкобс атқышқа тек Цезарды нысанаға алуды бұйырады. Көшбасшысын қорғау үшін Бак бар пәрменімен тікұшаққа секіріп мініп, оны апатқа ұшыратады. Батыр горилла Цезардың қолында жан тапсырады. Тірі қалған Джейкобс тікұшаққа жабысып, Цезардан көмек сұрайды. Бірақ Цезар оған бұрылып қарамайды. Ал Коба болса қатыгез адамның ажал құшуына көмектесіп, тікұшақты суға итеріп жібереді. Маймылдар тобы ақыры қорыққа жетеді. Уилл көлікпен қуып жетіп, Цезарды атымен шақырады. Коба Уиллге тап бермек болғанда, Цезар оны тоқтатып орнына қояды. Уилл Цезардан кешірім сұрап, үйге қайтуды өтінеді. Цезарь дома. Ол өзінің жаңа үйі мен жаңа отбасын тапқан еді.